Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте тойымды әрі дәмді болып шығатын кешкі ас әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ыдысымызға жылы суымызды және сүтімізді, және артынан тұзымызды саламыз. Ас қасықта қант қосамыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Бес грамм құрғақ ашытқы қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Және де сұйық күнбағыс майын құятын боламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Майымыз суымызбен жақсылап араласуы керек. Алдын ала електен ұнымызды өткізіп дайындап қоямыз. Сұйық масамыздың үстінен ұнымызды азырдан салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Орташа қаттылықтағы қамыр илейтін боламыз. Міне қолға осындай жабыспалы болып шығады. Сол кезде үстінен тағы да осылай азырақ ұнымызды сеуіп жіберіп, қолға жабыспайтындай қамыр болғанша илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын. 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге орап қоятын боламыз. Қамырымыз ашқан уақытқа дейін біз подливасын дайындайтын боламыз. Ол үшін барлық заттарымызды ашып дайындап, турап алатын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Капустаны қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады, ол міндетті емес. Кішкене тойымдырақ болсын деп, мен бұл жерде картоптарымызды кішкене көбірек қостым. Етті қалауыңыз бойынша көбірек қоса берсеңіз де болады. Міне керекті заттарымыздың барлығын турап дайындап алдық. Ендігі кезек қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде тұз, бұрыш және кинза менен зіренің ұнтақталған түрін қолданып жатырмын. Ерекше өте әдемі дәм береді. Және де осылай 2 ас қасықта томат қажет болады. Немесе осындай қысқа арналған банкаларыңыз болса да болады. Қызып тұрған қазанымызға 1 ожау майымызды құйып, оны қыздырып, үстінен етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Үстіне және пиязымызбенен осылай чесногымызды да салып қуырып аламыз. Пиязымыз сарғайғанша қуыратын боламыз. Міне пиязымыз қуырылып болды. Ендігі кезек сәбізімізді саламыз. Оны да жақсылап осылай қуырып аламыз.
1-2 минуттан қуырсаңыздар да жеткілікті. Капустамызды саламыз. Капустаға дейінгі салынған масалықтарымызды осылай 2-3 минуттан дымдап тұрып қуырып аламыз. Ал картошканы көп қуырмаймыз. Осылай 1-2 рет араластырып жіберіп, үстінен суымызды және томаттарымызды, дәмдеуіштерімізді салып, бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. 1,5 стакан су құйдым. Қаласаңыздар 1 стакан су құйсаңыздар да болады. Міне барлығын салып, жақсылап араластырып, 40-45 минутқа етіміз піскенше бетін жауып дымдап қоятын боламыз. Жай отта пісіріп аламыз. Міне 1 сағатта біздің қамырымыз ашып дайын болды. Ендігі кезек видеодағыдай қамырымызды жайып, кесіп алатын боламыз. Жұқа етіп жая береміз. Міне осылай кесіп шығатын боламыз барлығын. Міне барлық қамырларымызды осылай өлшеп кесіп алған соң, артық қамырларымызды алып, қайта зуала жасап, ыдысына салып, қойып қоятын боламыз. Ол біздің мына қамырларымыздың арасына майын жағып, мантываркамызға салғанымызша әдемі болып көтеріліп қалатын болады. Алдын ала осылай сұйық маймен барлық листімізді осылай майлап шығатын боламыз. Және де барлық қамырлардың үстінен де осы видеода көрсетілгендей етіп жағып шығатын боласыздар. Сол кезде қамыр піскен кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып шығатын болады. Міне осылай кішкене размерде болғандықтан мен үстінен тағы осылай кішкене басып жібердім. Егер қаласаңыздар, сіздер де осылай баса берсеңіздер болады. Кішкене жайып жіберсеңіздер, яғни уайымдамаңыздар, ешқандай бір-біріне жабысып, ондай болмайды. Әдемі болып, жабыспай пісіп шығатын болады. Арасын кішкене алыстау етіп қоямыз. Міне қамырымыз әдемі болып көтеріліп қалды. Ендігі кезек бұны да дәл солай жұқа етіп жайып аламыз. Міне жайып болған соң мен бірақ бұны кольцомен кескен жоқпын, тек осылай пышақтың көмегімен кесіп шықтым, өйткені артық қалмасын дедім. Артық қамырыңыз қалып кетпес үшін ең соңғысын осылай кесіп жіберсеңіз де болады. Міне қайнап тұрған суымыздың үстіне 45 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Міне буының барлығы жан-жана шығып кетпеу үшін осылай пищевой пленка немесе кәдімгі пакет қойып жіберсеңіздер де болады. Міне дайын. Көріп тұрғандарыңыздай арасы бір-біріне жабыспай әдемі болып шыққан. Міне подливамыз да дайын.
Қалауларыңыз бойынша дастарханға сәндеп тарта берсеңіздер болады. Осымен біздің асымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, қоңырауша белгісін басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.